Өзім қатысқан осынау ғажайып кешті YouTube арнама салсам деп шештім. Ол қандай кеш дейсіз бе? Алқа әдеби-мәдени клубының ораза айындағы ауыз ашар кеші. Мына суреттегі әжелерге қарап, әжелердің клубы екен деп қалмаңыздар. Негізінен жастардың клубы. Ал ортамызға студенттен бастап пенсионерлер де, әртүрлі жастағы мамандық иелері де келе береді. Ең бастысы кітап оқуды жақсы көрсе болғаны. Бірақ біз үлкендер жастарымыздың көп болғанын қалаймыз. Бұдан 1 жыл бұрынғы ауыз ашардың қуаты бүгінгі күнге жеткізді. Оны да ұйымдастырған осы жастарымыз еді. Бүгінгі кеште жастарымыз бар қырынан танылды десем болады. Бұл кеште ұлттық құндылығымызды дәріптеуге арналған викториналық сұрақтар, ең жарасымды ұлттық киім үлгісіне марапат, ұлтымыздың дәстүрлі әні, жыры, қиссасы, күйі, биі, әсіресе жарапазанды айтсаңызшы. Көңілімізді көктем етіп, көкірегімізге жыр толтырды. Жастарымыздың белсенділігіне қатты разы болдық. Орта жастан асқанда осындай тату-тәтті жанұяға бергісіз ортамыздың болғанына мыңда бір шүкіршілік. Бата да бергізіп, Құранда оқытып, шуақты әзілі мен кештің есте қаларлықтай мәнді болуына себепші болған асабамыз Арманға ерекше рахмет. Астауға жиналған барша жамағат, үлкендер бастаған барша алқалықтар бүгін мінекей қасиетті Рамазан айының 13-ші күні ауыз ашуға келген екенбіз. Осында бір жамағат бол, көшеде алқа бол, осы қазақтың шежіресінде жазылған тарихтың бұл үлкен бір наурызнамасы басталып, ерекше мінекей әз наурызымыз оң болсын, ақ мол болсын, үлкендеріміздің әрқашан орны төр болсын дейміз, мәртебеміз биік, қазақ халқы киесі кетпеген, ырзығы мол, пейілі кең болсын дейміз. Ал енді уақытта болып қалды, ортамызда үлкендеріміз бар екен. Келіңіздер, тізе бүгіп дастархан басына жайғасайық, телефондарыңызды үнсіз режимге ауыстыра қойыңыздар. Енді халық кешігіп жатса тауып келеді деген үміттеміз. Енді ауыз ашуы асық деген жақсы білесіздер. Аллаға мадақтар болсын, оның сүйікті Расулысына мыңнан жоғары салауаттар болсын. Ендеше Алла разы болсын, ниетіміз, тілегіміз қабыл болсын, наурыз құтты болсын. Енді бүгінгі қазақы қылып өзіміздің дәстүріміз бен ғұрпымызды құмнан сақтап келейік. Оразамызды ерекше ауыз ашар қылып өткізейік деген ниетіміз қабыл болсын. Ал енді қазақтың жақсы сөзі бар. Мінекей әуелі кәлам, одан кейін тағам дейді. Ендеше дұға тілегімізді қылайық. Рұқсат болса, уақытта болып қалған сияқты. Ақсақал отырған жерде. Сиротал мустақим, сиротал лазина анғамта алейхим, ғайр мағзуби алейхим валад-даллин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад. Ләм йәлид ва ләм юлад. Аумин деп алақанға салыңыз. Ал, аумин деп ата қылсын. Ya Құдай оңласын, іш жамандық болмасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бала шағамыздың бұлай қарайғы өмірі баянды да бақытты болсын. Аспаны ашық, жақсылық мол болсын. Бала шағаның барлығының тілеген тілеуіне жеткізіп, Алла Тағала ойлаған ойларына жеткізіп, өрісі кең, тамыры терең Қазақстанның дегендей ел жұрт болсын. Барлығымыздың тілеген тілеуімізді Алла қабыл етсін. Оразаларың қабыл болсын, наурыздарың құтты болсын, дендерің сау, бастарың аман болып, елін жұртын сұрайтын азаматтар болуға Алладан мың рахмет тілеп, өмір осы бала шағамның өмір бақытын тілеймін. Аллаға мың рахмет. Амин, балалар, қолдарың жай. Барлықтарыңа жақсылық болсын, Алла. Бүгін мінекей Рамазан айы, қасиетті Рамазан айында шариғаттың шамын жағайық, қазақы дәстүрмен байланыстырып, ата-баба дәстүрін жалғастырайық. Ендеше міне баршамыздың қыздарымыз барлығы ақпараттан алып келген екен. Пайғамбарымызға салауат жолдайық. Құдайға мадақ қылып, пайғамбарымызға салауаттан бастасақ деген ниетіміз бар. Мұсылманшылымызда ендеше мынау ежелден келе жатқан шығарсыздар пайғамбарымызға
Алланың өзі салауат айтқан, құрмет қылған, менің расулым, менің сүйіктім халифам деп мінекей. Бүкіл әлемге сенің нұрыңнан жаратылды деп мінекей. Сол сен болмағанда бұл әлем жаратылмас еді деп Құдайдың өзі пайғамбарымызға сондай құрмет қылған екен. Ендеше сол пайғамбардың шапағатынан біз де құр қалмайық. Қазақшылық осы бүгіннен жалғасын тапсын. Ендеше аузымызды ашық болсақ, жарапазан айтайық, рұқсат болса. Бүгінгі отырысты көріп, жалпы бір басымызды біріктіріп, бір тілек, бір мақсатқа, бір арманға бірге жолға шығайық деп біраз адам бастаған едік. Негізгі ниетіміз осы бір қоғамға, елімізге, халқымызға, өзімізге, отбасымызға бір пайдамыз тисе екен деген бір ниет қана болды. Одан басқа ниет жоқ. Бірақ мінекей 1,5 жылдың ішінде бұндай ниеттес адамдардың осыншама көп болатынын біз болжап айта алмадық басында. Бірақ Құдайға шүкір деп айтамыз. Бүгін мінекей бір көп емес, әзірде бір тең жақсы ғана, мүмкін жақсынан да аз ғана жиналып бүгін ауызашармен Наурызды өткізіп отырмыз. Осы келіп жеткен Наурызымыз құтты болсын, ұстаған оразаларымыз қабыл болсын. Осы қасиетті айда, қасиетті түнді, қасиетті күндерде қылып жатқан барлық дұға тілектер қабыл болсын. Бүкіл мұсылман әлемі бүгін барлығы жүздерін, жүректерін Аллаға бұрып осы қасиетті айды атап өтіп жатыр. Біздер енді бұл жаңағыдай үлкен бір нығметтен бізде қалмайды деп, және де осы оразамыз Наурызбен қатар келген екен. Кеше ғана 22 күні жұма күні, Наурыз күн мен түннің теңелген күні, ораза күндері барлығы қатар келді. Осылайша біз сенбі күні кішкене жұмыстан босағаннан кейін жалпы өзі біздің алқаның отырысы сенбі күні бүгін кітапхана жабық. Бірақ та өзіміздің дәстүрімізден жаңылмайық деп кішігірім Наурызды барлығымыз атап өтейік деп атап өтіп жатырмыз. Осы дастарханымыз қайырлы болсын.
Қазақ халқы үлкендердің ерекше сыйлайтындығы бұл сонау заманнан келе жатқан болса, оны пайғамбарымыз да мөр қып басып айтқан үлкен кісі бар үйде береке бар деген. Сондықтан да осы төріміздің көркі болып отырған әжелеріміз, ағаларымыз, үлкендеріміз, үйдегі үлкен ақ жаулықты аналарымыз, ақсақалды аталарымыз бәрі аман болсын. Сол кісілердің дұғасын Алла тағала қабыл қылсын. Жалпы бала дұға қылған уақытта екі адамның дұғасы қабыл болады дейді. Ол ұстаздың дұғасы қабыл болады, екіншісі ата-ананың дұғасы қабыл болады деген. Сол дұғагөй аналарымыз, әкелеріміз, ұстаздарымыз бәрі аман болсын. Рамазаннан Рамазанға, Наурыздан Наурызға, айттан айтқа бәріміз аман есен. Көп барам деп аулына, бұрамдан ағай, мәлім болып қалдыма. Сарам бүген ай, қыздар ай, бозбалай, кемпір ай, шалдар ай, дәурен болды қалаша. Құрметтеп қалған отырса, ән салайын жаңаша. Домбыра алып келгеннен соң ән салмаймын қалайша. Ауылының сартынан ән салғандан ай, желкілдесін жан қалқар. Туарлығын ой, қыздар ай, бозбалай, кемпір ай, шалдар ай, дәурен болды тамаша. Құрметтеп қалған отырса, ән салайын жаңаша. Домбыра алып келгеннен соң ән салмаймын қалайша. Қаз көргенде орнымнан тұра алмаймын ай, жынға қандай желігіп жыр арнаймын ой, қыздар ай, бозбалай, кемпір ай, шалдар ай, дәурен болды тамаша. Құрметтеп алған отырса, ән салайын жаңаша. Домбыра алып келгеннен соң ән салмаймын қалайша. Қыздар ай, бозбалай, кемпір ай, шалдар ай, дәурен болды тамаша. Құрметтеп алған отырса, ән салайын жаңаша. Домбыра алып келгеннен соң ән салмаймын қалайша. Ay barakalla. Ben Şişek Ağoğlu. Osunda böyle filmese, beynim sen de kelime. Aklının gündüğünde. Құтты болсын. Наурызбен қоса келген Рамазан айы да құтты болсын. Рамазандағы ұстаған ораза тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Ал енді осы біздің тұма тобына бір қиса айту бұйырыпты. Мен қисаны мына Наурыздың ең шығатын кезі Нұх пайғамбардан басталады ғой. Нұх пайғамбардың қисасын айтайын деп тұрмын. Мен енді қысқаша ғана айтайын, Наурызға байланысты жерін. Нұх пайғамбар өзінің кемесімен
Қазығұртқа келіп тоқтаған кезде күн мен су тартылып, күн мен түн теңеліп, Наурыз келіпті дейді. Сол Наурыз келген кезде Нұх пайғамбар бірінші кемеден 4 түлік малды шығартты. Бірінші жылқы келіпті, жылқыны шығартты. Жылқыдан кейін қой келіпті, қойдан кейін түйе, түйеден кейін сиыр келген екен. Сөйтіп 4 түлік малды шығарып, бүкіл жан жануарларды далаға кемеден шығарып болғаннан кейін, осы бейбіт өмірге жеткенімізге Аллаға шүкір деп мереке жасап, той жасайын десе, кемеде аз ғана ет, аз ғана құрт, және тары, жүгері, бидай, солардан аз ғана қалған екен. Сөйтіп Нұх пайғамбар қазан көтеріп, жаңа аз ғана қалған етті, сүр етті, құрт қосып, су, тұз, жаңа дәндерді салып, қазанды бұлғап, көже жасаған екен. Ол көженің атының біреуі Тілеу көже екен. Кейін ол біздің Наурыз көжеге айналыпты. Сонымен қазақта Наурыз көже 7 пайдалы астан тұрады екен. Ол су, тұз, құрт, айран, жүгері, тары және сүр етпен. Сөйтіп 7 жаңа тағамның қосындысынан Наурыз көже шығады екен. Ал енді Нұх пайғамбардың Наурыз көжесі бүкіл халыққа жеткен екен. Неге? Себебі ол жаңа қазанды бұлғаған сайын Алланың 99 көркен есімін айтып, бұлғаған кезде жаңағы тойынды болып, Наурыз көже бүкіл халыққа жеткен екен. Содан біздің қазақта Наурызды тойлаған кезде бірінші ең үлкен ас Наурыз көжені істеу, Наурыз көжеден дәм тату, Наурыз көжені ішу осы Нұх пайғамбардан қалған екен. Ал енді Наурыз биыл ерекше болып жатыр, себебі бұл Наурыздың келуі біздің Қазақстанда 2 әйгілі атақты адамдарға байланысты екен. Оның біреуі Тұрар Рысқұлов, екіншісі білесіздер Өзбекәлі Жәнібеков. Бұл 1920 жыл мен 26 жылдың аралығында бізде Наурыз тойлағанда Тұрар Рысқұловтың орталық комитетінің бастығы болған кезде тойлаған екенбіз. 1926 жылдан бастап біз Наурызды тойламай, ең бірінші Наурыз, 22 Наурыз март 1988 жылы Алматыда осы Наурыз тойы тойланған екен. Себебі ол кезде 1987 жылы Өзбекәлі Жәнібеков мәдениет министр болып келген кез екен. Міне сол кезде ақ боз атына киіп, қазақтың шапанын киіп, сол көшті бастаған Мұхтар Шахан екен. Содан бері біз Наурыз тойын тойлап келе жатырмыз. Биыл президенттің бастауымен, Қазақстан Республикасының президентінің бастауымен Наурызнама 10 күнге созылды. Неге? Біз тойлап келе жатқан Наурызымыз Наурызнама болды. Себебі біз Наурызды бір күн, 2 күн емес, бірнеше күн тойлап жатырмыз. Сөйтіп, бұл Наурызнама сіздерге де құтты болсын. Жастық шақтың қорқатып жүр ауылын, шалын атқан кездер қайрау, білмедің бе ауыл көк май салып алдың гүлдер гүл шырайлы көктемде, көшін түзеп жөнелткен ауыл, алыстатып ауыл
Erkіндетіп еркелеткен сағындырдау жеңгемді, арқан далам қол бұлғайдау жүрдей тау беделге. Бір егістің сыңарындай қатар өскен қыз қайда, ол да елес қолдау сағым атпайлатпай бедеуге. Сағынышым салған әнім алтын ұям аулым, бал дәуренің ынтықтырған базар думанға өмім. Басылмайды саған деген сағыныш, шақырады балғын күндер құрған сайған сауықпен. Машымның шуақ шашқан алақанын сағындым, ауламыздың әттәр ұлпау балапанын сағындым. Есейіп абер жеткен соң кеттім бәлдәу жырақтап, әкем шөгеретін сарақанын сағындым. Сағынышым салған әнім алтын ұям аулым, ол дәуренің ынтықтырған базар думанға өмім. Басылмайды саған деген сағыныш, шақырады балғын күндер құрған сайған сауықпен.
ұлттық киімімізді ұлықтаған жеңімпаздарға да көп рахмет. 6 ауылдың атынан сайысқа түскен әкімдерге рахмет. Қымбатты алқа қауымым, осы кешке жиналған баршаңызға көп рахмет. Ораза қабыл болсын, оразадан оразаға аман есен жете берейік. Осы кешті ұйымдастырып отырған талапты, талантты, көздері ашық, көкірегі ояу, ұлт құндылығының құдіретін түсінетін жастарымыздың қатары жылдан жылға көбейе берсін. Алқа әдеби мәдени ортамыздың ғұмыры ұзақ болсын. Болашағымыз жарқын, нағыз қазақ елі болсын.